кейін жасалды, иә? Сүттің түсі қандай? Ақ. Біз не құрт дайындап қойдық? Құрттың түсі қандай? Ақ, иә? Біз бүгін сендермен ақ құрт жасаймыз. Ақ құрт ол бізде, неге бізге оның түсі ақ? Себебі біз оның ішіне көп түс салдық. Сондықтан біз оны ақ қылдырып жасаймыз. Жарай ма? Біз оны өзіміз қазір түрлі фигуралар жасап құртты істейміз. Жарай ма? Қолдарымызды дайындаймыз. Дайындадық па? Ал енді қараймыз, осылай аламыз. Құртты кішкене аламыз. Сен таста. Енді қара қолымызбен осылай айналдырып, дөңгелек жасаймыз. Ақ құрт бізде қалай жасалатынын білесіңдер ме? Біз бірінші сүтті қайнатамыз. Сүтті қайнатқаннан кейін біз оны қапқа саламыз. Қаптан одан сары су шығады. Сары су шыққаннан кейін біз қаптан алып шығып, бізде осындай ақ құрт болады. Иә, ақ құртты біз кептіру үшін осындай неше түрлі формалар жасаймыз. Бірінші біз не дөңгелек істедік, иә? Қазір басқаша форма жасаймыз ба? Қараңдар. Тағы да дөңгелектен басқа қандай форма жасауға болады? Не қараймыз? Айналдырып. Солай басамыз. Басқан кезде қараңдар қалай шықты. Көрдіңдер ме? Вот, молодец. Қоямыз, иә. Ал құрттың бізде құрамында, білесіңдер ме не бар екен? Құрттың құрамында бізде кальций бар. Олар бізде тіске пайдалы. Құртты бұрыннан бері қазақ халқы осылай істеп, далада кептіретін, күннің көзінде, күннің шуағында. Қараңдар, тағы да басқа фигура істеуге болады. Төрт бұрышта қылып істесек болады, қарап. Неше түрлі формаларын істеуге болады. Дөңгелек шықты, төрт бұрыш шықты, сопақ шықты, иә? Тағы да жүрек те оның істеуге болады. Білесіңдер ме? Ала ғой тағы да. Бұрыннан бері бізде ата-әжелеріміз осы құртты істеп күннің көзінде кептіретін. Ал бізде қазір күннің көзі жоқ. Біз сондықтан да біз оны осылай жай күнніңсіз кептіреміз. Себебі бізде қазір дала салқын, иә? Далада біз күннің көзінде кептіре алмаймыз оны. Дұрыс па? Ал айналдырып, дұрыстап құртты жасаймыз. Фотона. Не қараш, қалай әдем болып шығып жатыр. Сендер қалай жақсы істеп жатсыңдар, иә? Сендерге ұнап жатыр ма? Да. Құрттың дәмі қандай екен білесіңдер ма? Ащы. Шетінен ала ғой. Өзін алып істей бер, жарай ма? Балалар, біздің құрттарымыз дайын, иә? Біз қонақ күтуге дайынбыз. Сендерге маған көмектескендеріне көп рахмет.